Сәлем қыздар, бүгін осындай керемет эклер дайындаймыз. Бізге ол үшін 1 стакан ұн, 1 стакан су, жарты стакан семечка май және 3 жұмыртқа керек болады. Осы су мен семечка майды араластырып отқа қоямыз, газге баяу отқа. Қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін ұн салып жібереміз. Онда газден түсіріп, біркелкі пюре сияқты болғанша былғап, осындай тесті шығу керек. Бізге жұмыртқаны бір-бірден салып былғаймыз, асықпай. Бір штуктан салып былғап тұрамыз. Бәрі біркелкі болғанша былғаймыз. Осымен біздің тестіміз дайын. Заварный тесто. Пергамент қағазды жайып противеньге чайный ложкамен салып шығамыз. Осындай болып шығады. Духовка 80 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Бізге 1 стакан сливки, 33% және 2 столовая ложка при желанияның сгущенкасы. Біздің креміміз дайын, мен соғып алдым. Енді біз жинаймыз торттарды, эклерді. Осылай кремге батырып аламыз. Және бәрін бір-бірлеп қойып шығамыз. Біздің эклеріміз дайын болып қалды. Шайға өте керемет, жұмсақ, дәмі де өте керемет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осылай әдемі болып шықты. Әсемдесеңіздер де болады. Сау болыңыздар.